Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен МСМ. Мен жаңадан выживание бастаймын деп шештім. Енді бұл выживание өте қызықты болады, сондықтан алдағы уақытта басқа сериялар үзбей көріңіздер деп сізден өтініп сұраймын. Мына жерде енді маған өте жақсы генерация мирі шықты. Мына жерде джунгли бар, пустыня бар, сосын жазық дала бар, өте керемет. Және де мына жерде тростниктер дайын тұр екен уж. Ол да жақсы. Енді ең алдымен басқа выживанияларды не істейді? Ең алдымен ағаш жинап. Мен де қазір ағаш жинап алайын. Бір-екі алып. Бірақ мына жерде мен түсінбедім де, кейбір достижениялар орындалмай қалады. Сондықтан мен сол достижения орындалғанын қадағалаймын. Міне наламав дров. Мен бұрын бір выживание бастаған болатын. Сол кезде кейін бір алмас тауып, кәдімгідей дамыған соң қарасам, бірде-бір достижение орындалады. Таң қалдым ғой. Не үшін білмеймін. Майнкрафттың багы ма бір нәрсе осы. Соны түсіндім. Қазір өзімізге бірінші не жасап алайық? Балта. Балтамен қазір ағашты тез жиналасақ. Сосын осы жазық даланың бір жеріне үй сала алмадым. Егер енді мен қазір деревня тауып алсам, ол үлкен сәттілік болады. Майнкрафт выживанияда. Айтпақшы менің айтайын дегенім, осы выживание 1.10 версиясында болады. 1.10 версиясында болады. Өздерің білетін шығарсыңдар, 1.10 жаңадан шыққан версия. Сол мен байқадым, көптеген неше түрлі мобтар, неше түрлі нәрселер қосылды 1.10 версиясына. Деревня. Деревня. Деревня тауып алдым. Енді кузница бар ма екен, соны көреміз. Жарты қай жерге тоқтап едім. Айтпақшы 1.10 версиясы өте керемет дейді. Бірақ бұлай қарасаңыздар, жаңадан PvP несі қосылыпты. Мынау балта мысалы бұлай ұрса, ақырын шығады да, бұл жерде бұлай 1.8 сияқты тез ұра беру жоқ. Мобтармен төбелескенде ақырын ұру керек екен. Соны байқадым да. Сосын жаңадан мобтар қосылыпты. Мысалы, пустыняда зомби мен скелеттердің көбінесе жаңа түрлері жүреді. Андай шөлге шыдайтын, бірақ енді олар күнде жүрмейді, әрине түнде жүреді. Енді қазір мен 24-25 ағаш жинаппын. Мен қазір бір 35 шақты ағаш жинап алайын. Сонда жетеді. Сосын өзімізге деревняның қасына барып кішігірім үй салып аламыз. Міндетті түрде. Сосын мына жерде азын-аулақ кішкене тамақ алып алайық. Міндетті түрде тамақ алып алайық. 35 алып отты. Болды. Үй қалайсың? Қашат мыналар. Ой. Осы 1.9-дан бастап мына жануарларды өлтіру тіпті қиындап кетті. Мына балтаның ақырын шыққанынан қарағанда. Міне, әрең өлтірдім. Бірақ көбінесе 1.9-дан бастап мына қылыштан қарағанда балтаның уроны көп дейді. Тіпті мына деревянный балтаның өзінде де 9 урон бар. 7 урон екен. Кешірім сұрайын. Ал алмаздайда 9 урон. Қандай керемет. Қазір енді алдымыздан бір қойлар шыққанда ғой. Барып шерістін алып. Сөйтіп қой жоқ. Аттардың бір жақсысы қашпайды аттар. Қалған жануарларымыз тұра безеді ғой. Опа. Зомби. Не керек? Өлсеші сен? Жарықта өлесің ғой сонда. Не болды? Гнилая плоть па сондай алдық қазір. Мына жерде бірде-бір қой жоқ па неме? Жарайды. Қой жоқ болса жоқ бола берсін. Енді өзімізге қазір бір кішігірім үй салып алайық. Мына жерге саламын. Мына жер қолайлы жер екен. Жолмен кіресің де, кіргізесің.
Енді біз ең алдымен өзімізге керек заттар жасайық. Ең бірінші күрек, сосын кирка, сосын мотыга және де қылыш. Тағы балта жасайық. Балта да керек. Қам. Көп қағамы. Қазір жөндеп жүреміз бәрін. Мінекей бәрін жинап алдық. Енді мына жерді қазып алайық. Мен айтпақшыда, мен бұл выживанияны драконды өлтіргенше немесе барлық достиженияны орындағанға дейін ойнайтын болам. Сондықтан алдағы уақытты қызық болады. Соны көріңіздер, үзбей көріңіздер деп сіздерге кеңес беремін. Және де бір айтарым, мен өз видеоларымды тек 10 минут қана түсіремін. Неге десеңіздер, мен интернеттің скоросты 6 мегабит, өте қатты емес, көп емес. Тіпті 5 минут видеоны салудың өзі кәдімгідей қиналып саласың ғой. Қанша бір 5-6 сағат тұрып шынында деймін. Мен 12 минуттық скайвар салғанда бір күн күттім ғой соны. Компьютерім қызып кәдімгі қиналып кетті ғой компьютер бейшара. Қазір кішігірім үй саласақ өзімізге арналған. Мына жерде қазір есік тұрады. Есік тұрса, бұлай жасай көреміз. Үйімізді кішкене биік жасайық, себебі потолыққа басымыз тиіп тұрмас. Мынау кішкене қатып жатыр, не екен білмеймін. Әлі текстур пактың кесірі ме? Қазір 1, 2, 3 алай. Так, тағы да бір блок көтерейік. Мінеке. Так, менің бойым 2 блок. Үстіміз жапсақ, басымыз потолыққа тиіп қалады. Сондықтан тағы бір блокқа көтереміз. Көтерейік. Не екен білмеймін, дальностьны азайтайыншы қазір. Настройка графики 5-те тұр. Соның өзінде. Сен қалай қатады? Әлде мына программаның кесірі ма? Мен өзім видеоны OBS программасымен жазам. Соның кесірінен қатып отырады. Әйтсем, бұлай қайтып қатпайды негізінде. Верстагымызды алып үйге қойық. Мамадан ағаш қойсын. Мамада. Қазір. Есік жасадық. Есік. Бірден 3 есік береді ма? 3 есік. Жай. Тамақ алып алайық мұна. Көршілеріміздің пшеницасын ұрлап. Пшеница. Ой. Нені оған? Шықтай алдым. Я. Мінекей. Сәбіздерді табылайық. Сәбіз ұрлаймыз деп қайтамыз. Вот. Жетеді. Мына сәбізді табылайық. Мына жерде де сәбіз тұр екен. Керемет, керемет. Барлығын тонап кетейік. Болмышалдар кетейік аларды.
енді орнына қайтадан не кетейік, кішкене көмек қолымыз созып жіберейік деп та. Болды. Екі трансмитті де егесін аяқтайды. О, мінекей. Уже кеште батыпты. Енді мен өзімнің нуб екенін білдім, енді кішкене ғана үй салдым. Енді алдағы уақытта кішкене коробка қалды. Алдағы уақытта бұны осы үйді әлі дамытып, кеңейтіп, үлкен өрсем әлі көресіздер. Енді не істейміз? Кеш бақты закат дегендей. Ал құрметті көрермендер, менің бірінші выживаниямның бірінші сериясы ұнаған болар сіздерге. Егер ұнаса лайк қойыңыздар, ұнамаса дизлайк қоймай қойыңыздар. Жай еще не болғанын комментарийға жазып кетіңіздер. Қандай қателік болған, мен алдағы уақытта сол қателіктерді түзейтін боламын. Ал сіздермен болғанмен MCM, арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де келесі серияда маған не істеуге болады, және де қандай жерлерге барсам болады, қай жерге барсам болады, қандай биомға барсам болады дегендей көптеген комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздердің комментарияларыңызды міндетті түрде оқып, соларды ортайып боламын. Ал сіздермен боламын, мен MCM. Қош, сау болыңыз.